сәлеметсің бе балақай? Қалың қалай? Әріптер жайлы ертегі ұнап жатыр ма? Бүгін де менімен бірге әріптер еліне саяхаттауға дайынсың ба? Әріптер елінде не болады екен? Қане, бірге білейік. Экранға жақындаңдар. Әлде жеке-жеке аттарыңды атап шақырайын ба? Бүгін мен саған әріптер мен сандықтың құпиясы жайлы ертегі айтып беремін. Олардың қандай құпиясы бар екен? Бір күні алфавит елінің орталығындағы алаңда бір жұмбақ сандық пайда болыпты. Бұл қайдан келген сандық? Бұның ішінде не бар екен деп барлық әріптер таңданып, оны айнала қоршап тұрыпты. Ол сандық өте ескі екен. Және оның үстінде мынандай жазу жазылып тұрыпты. Мені тек шын дос әріптер ғана аша алады. Барлық әріптер таңырқап, қалай ашамыз енді мұны? Дейді. Ш әрпі шеберлік менде, ашылып қалса ше, деп сынап көреді. Бірақ сандық тіпті қимылдамайды. Т әрпі тырсылдатып көреді. Ал С әрпі сықырлатып көрді. Бірақ сандық міз бақпайды. Сонда Ж әрпі алға шығып былай дейді. Жазу деген тек әріптердің жиынтығы емес. Ол достық, мағына, бірлік. Сандықтың айтқысы келгені сол шығар, дейді. Бір сәт үнсіздік орнап, әріптер бір-біріне қарап, бастарын изеп, Ж әрпімен келіседі. Ендеше бірге көрейік, дейді Ы әрпі. Барлығымыз бірге қол ұстасып тұрып, бір-бірімізге жылы сөз айтайық. Ә әрпіне былай дейді. Сен болмасаң, тіліміз нәзіктігін жоғалтар еді. Ғы әрпіне сенсіз ғылым жоқ, деді. Ал Ж әрпі болса, бәріне сендер мені бағалағанда, менің жүрегім жылынды. Сандық болса, сол кезде ашыла кетті. Ішінде не бар дейсің ғой? Оның ішінде ертегіге толы кітаптар, балаларға арналған алтын әріптер, жарық шашатын жүрекше белгілер бар екен. Тіпті ішінен бір кішкентай хат та болыпты. Ол хатта саған жолдау бар екен. Тыңда, хатта былай деп жазылыпты. Сөз тек дыбыс емес, жүрек пен мейірімнің көрінісі. Әр әріп бір шамшырақ. Олар бірге тұрғанда түнде жолды жарық қылады, деп жазылған екен. Бұл хаттан не түсіндің, балақай? Яғни, әр сөзде жүрек пен мейірімділіктің көрінісі бар екен. Сондықтан да күнде бір-бірімізге жылы, жақсы сөздер айтсақ, бұл мейірімділіктің бір белгісі. Ал білімді болсаң, ол білімің сенің жолыңды жарық қылады. Және саған кез келген есік ашылуға дайын тұрады екен. Білім сені мақсатыңа, арманыңа жеткізеді. Ол хатты оқыған әріптер бір сәт үнсіз тұрады да, жүректері елжіреп, бір-біріне мейірлене қарап тұрады. Содан бері алфавит еліндегі әріптер тек сөз қана құрап қоймай, бір-біріне жылы сөз айтып, бірге ертегі ойлап тауып, балаларды қуантумен айналысыпты. Сонымен балақай, бірліктің, жылы сөздің құдіретін және достықтың
сиқырлы күшін түсінген боларсың, иә, бұл ертегіден. Оның барлығы сені мықты етеді. Кітап оқиық, сандармен ойнайық, білім сандығын бірге ашайық, дейді саған әріптер. Ал сен әріптердің бұл жолдауын қабыл ал. Жарай ма? Ал жақсы. Осымен әріптер еліне саяхатымызды аяқтаймыз. Ертеңге дейін кездескенше.